Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода біз қарапайым целлофаннан осындай әдемі гүлді жасап үйренетін боламыз. Ол үшін ең алдымен менің каналыма лайк басып, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Кез келген түрлі түсті маечка пакетімізді алып, оның екі тұтқасын және астындағы бітеу жерін осылай қиып тастап, төрт бұрышты қылып алатын боламыз. Соны жақсылап жазып, екіге бүктеп, оны тағы да бүктеп, осындай бітеу жерлерін қайшының көмегімен қиып шығатын боламыз. Осындай қылып жандарында қайшымен қиып шығатын боламыз. Екі жанын осылай қиып алдық. Енді осыны гармошка етіп бүктейтін боламыз. Осылайша гармошка етіп бүктеп, ортасынан жіппен жақсылап айналдырып бекітіп шығатын боламыз. Енді екі ұшын үшбұрышты қылып қиятын боламыз. Қиып алдық. Енді гүлімізді ашып, әр слойын жеке-жеке ашып, әдемі гүлімізді шығаратын боламыз. Өте пышный, әдемі гүл шығатын болады. Кез келген түсті целлофаннан жасасаңыздар өте әдемі шығады.